Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйырғанына дауа бар ма, өзі берген өмірін өзі алған. Сіздер жоқсыздар арамызда, жылап қала бердік арттарыңызда, орындарың қалда ойсырап. Сіздердің не қыларымыз, не істеріміз бұл тағдырға. Өмірге бағынамыз, еске алып өздеріңізді шабығамыз, сол жарқын бейнелеріңізді аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Бұл шағын бейнефильм тағдырдың тәлкегіне мойынсынбай, ұрпақтар үшін нардың жүгін арқалап өткен асыл тұлғалар жайында. Бүгінгі оқылатын дұға тілектер Күлембековтер әулетінің аруақтарына бағышталады. Атамыз Күлембек пен әжеміз Күлайым отау құрып, 1925 жылы ұлы Жәменке дүниеге келеді. Сол қиын кезеңде 14 құрсақ көтеріп, ішінен бір Жәменке аман қалды. 1942 жылы атамыз Күлембек Ұлы Отан соғысына кетіп, үйіне қайтып оралмаған. Кейін «Без вести пропавший» деген хабар келген. 1966 жылы Күлайым әжемізді сұмашал ортамыздан алып кетті. Бибажар апамыз 1930 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Тарғап ауылында дүниеге келген. 6 жасында әке-шешесінен ерте айырылып, Боранбай ағасы Қаракемер ауылына алып келіп, сол жерде бой жеткен. 1943 жылы Жәменке атамыз соғысқа аттанған. Ұлы Отан соғысының ардагері болып, Ұлы Отан соғысы орденіне бірнеше медальдерге ие болған. Соғыстан кейінгі қым-қуыт шаруаға араласып шираған, елмен жер үшін аянбай, адал еңбек еткен тұлғаның бірі болып келген. Қайрат ауылының көтеруіне ерен еңбегі сіңген. 1947 жылы Бибажар апамыз Жәменке атамызбен шаңырақ құрып, 11 бала дүниеге келді. 1948 жылы Алуа деген қызы дүниеге келіп, 2 жасқа толмай дүниеден өтті. 1951 жылы Қалмақан деген ұлы дүниеге келіп, 2014 жылы дүниеден өтті. 1953 жылы Қажымқан деген ұлы дүниеге келіп, 2024 жылы дүниеден өтті. Арттарынан 8 қарындастар қалған. Балаларына саналы тәрбие беріп, барлығына жақсы білім берді. Бибажар апамыз тыл ардагері болатын. Дүниеге көп ұрпақ келіп, алтын алқа иегері атанды. Ата-анамыз өмірден өтсе де, олардың әрбірісі ақыл парасаты ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. Мейірімді жүздері мәңгі есте қалады. Оны уақыт аласарта алмайды. Жатқан жерлері жайлы, топырақтар торқа, жандары жәннатта болсын дейміз.